Ордабасы ауданының әкімі Азат Оралбаевтың ауданға қарасты елді мекен тұрғындармен кездесуі басталды. Аудан әкімі Шұбарсу ауылына барып, тұрғындармен жүздесу өткізді. Халқы санынан ең көп ауылдық округ болып саналатын Шұбарсуда бүгінде қордаланған мәселе көп. Жиында аудан басшысы атқарылған жұмыстарды айтып, жоспарларымен бөлісті. Жалпы аудандағы атқарылған жұмыстарға қысқаша тоқталатын болсақ, экономикалық біздің жалпы өңірлік өнім көлемі 196 миллиард теңгені құрады. Жалпы ауданның 9 айда 169 миллиард теңге немесе 42%-ға өсті. Жан басына шаққанда жалпы өңірлік өнім 315 теңгеге келіп отыр. Осылайша жұмысын баяндаған аудан әкіміне жиылған көпшілік көкейде жүрген сауалдарын қойды. Түйткілді мәселені ортаға салып жауап алды. Тұрғындардың біршамасы санитарлық қызмет көрсету бойынша шағымдарын білдірді. Қаңғыбас иттердің де ауылда қаптап кеткенін жиында жасырмады ауыл халқы. Осылай кірсек, бәрінің әйтеуір мұрнына бетіп таңырайып қалады да, басына не шаш шығады, не тырнақ шығады. Вообще тазалық жоқ. Орында телефон бар ғой, кексаз жазып алып, сөйтіп арыз беріп прилагать етіп берсеңіздер, шара көреді ғой. Су жоқ, ауыз су. 8 жылдан бері ол теплицаның жағында мал қора бар. Постоянно шыбынмен толып томан күресіп келе жатырмыз. Әлі шыбын бар, басқа бар. О да сестер тексеру керек қой, сестрдің жұмыстарында адам ауру содан шығып жатыр ғой. Енді 4-ші қиылыста да иттер көп. Сіз арыз жазыңыз, сосын бар, біз қабылдаймыз деді. Біз оған ештеңе тындыра алмаймыз деді, бұл кісілер. Ертең баламды да қуалаған, сабақтан келе жатқанда. Ауыл әкімдермен былтыр кірген бұл кісіге айтқам. Жаңа мына жақта біз кейде әлем жауап көреміз ғой, халыққа бәрін қызмет жасап жатырмыз, жоспарды орындап жатырмыз. Бірақ шынымен қарапайым халыққа ол жетпеуі мүмкін. Қазір бір азаматпен осы айтып отырмыз. Неге екі үй ит жүреді дейді, соны сіздер де бәріңіз біле тұра, соны ауламайсыздар, неге ауламайсыз? Өтініш келіп айтты ма, звондады ма, қандай да шұғыл мәселе келіп түсті ма, шұғыл әрекет жасаңыз. Сөз бар? Кеше еп қошқанын деп қойды айттым ғой сізге. Келгенде қайтып қойдым. Давайте кімді шақырма, облыста көтеретін жұмыс боласында. Істемейді ма жұмыстан болса? Сөз бар? Ондай жұмсау керек емес. Егер болмайды ма, біз облыста көтеретін. Кездесуде мұнан өзге су, жол, көмір мәселесі де сөз болды. Аудан әкімі барлық өтініштер заң аясында қаралып, қажет болса жұмысшы топ құрып, бақылауға алатын жеткізді. Жауаптыларға тиісті тапсырмалар да жүктеді. Мына қазір жаңа су дейміз ба, не деймін, үкіметке қарайтын суды әлі таза суды неғым біреуінде болса біреуінде жоқ қой. Сол ескі баяғы трансформатордан ішіп отырған суымызды поливной жаңағы жерге пайдалануға бола ма? Қазірде тағы да айтам, ол су жүйені біз түпкілікті тоқтатуымыз керек. Қажет па огородты осы ауыз су жүйесіне қосыңыз, жаңа су жүйесін, соны пайдаланыңыз, бірақ счетчигіңіз айналса, қалтаңыздан қаражатыңызды төлеп отырасыз. Жаңағы септикпенен менің үйімнің арақашықтығы 1 метр. Ал менде сөйді забордың воротасы орнатылған. Анау толған кезде менің үйімнің жанына келеді ана су. Ал енді сіз айтып жатсыз, жаңа суды қосыңдар деп, жаңа суды қосып алдық, қазір жауын жоқ, шашын жоқ. Ертең жауын жауатын кезде ананың іші суға толады, мен жаңа суды пайдалана алмаймын. Бұны мен Әнуар мырзаға неше мәрте шықтым. Таза су мекемесі сіз жазып алыңыз, жеке өзіңізге тапсырам, барып көріңіз, нақты заңдылығына қарайсыз. Егер енді дұрыс, әрине енді әр тұрғынның өзінің өтініші болады. Дұрыс болса деп ойлайды. Бұл бірақ жаңағы жүйе дұрыс жүргізілген ба, жүргізілмеген ба? Қарап тұрыңыз, сөйтіп шаралар қабылдаңыз. Болды, рахмет. Мына айтылған істелген істеріміздің бәрі ары қарай жалғасын тауып, Құдай қаласа, мына Шұбарсу халқы соның қызметінде соның рахатын көру нәсіп етсін. Аудан орталығы Темірлан ауылынан 17 шақырым жерде орналасқан Шұбарсу ауылы келер жылы көгілдір отын жүйесімен қамтылмақ. Бұл туралы аудан басшысы жиында мәлімдеді. Неде болса, Шұбарсулық тұрғынға көгілдір отын мәселесі қолжетімді болса, тұрғындар қуанышы еселене түсері анық.